Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жобаны жоспарлау және құрастыру. Оқулықта 33-ші сабақ, 97-ші бет. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға Қазақстанның ертеңгі болашағы екенін бойларына сіңіру. Бұл сабақта оқушылар жобаны жоспарлап және құрастыруды үйренеді. Оқулықты ашып қарайтын болсақ, бізге екі тапсырма беріліп отыр. Яғни, екі нұсқада әнге бейне көрсетілім дайындау керек. Бірінші нұсқада ұландар жыры әніне бейне көрсетілім жасау. Ендіше мен дайындаған бейне көрсетілімге назар аударайық. Дархан байтақ даланың ардақты ата-анам, бауырында өскен баламын, асқар таудай талабым. Аяулы елім, аялап сені, бақыт табамын. Аспаным мөлдір көк, туы көкпен бір шарықта болын төккен жыр, ей асқақтай бер елімнің әні. Отан ата мекені мақтаныш етемін, бабаларым жерімді беріп қорғап өтемін. Мәңгілік еліміз, жаңғырып жеріміз, жырлап өтеміз. Сардар баламыз, қанат қағамыз, аңғарып биікке самғап барамыз. Ей асқақтай бер елімнің әні. Сардар баламыз, қанат қағамыз, аңғарып биікке самғап барамыз. Ей асқақтай бер елімнің әні. Екінші нұсқа бойынша шаңырақ әніне киностудия бағдарламасының көмегімен шаңырақ тақырыбында музыкалық композиция құрастыру керек. Киностудия бағдарламасына қысқаша тоқталып өтер болсақ, киностудия бағдарламасы бейнематериал құру және оны өңдеуге арналған бағдарлама. Бұл бағдарламаның мүмкіндіктері өте көп. Яғни, сандық видеокамералар арқылы бейнематериалдар алу, суреттер арқылы слайд-шоу жасау, бейнематериалдарды қию және жалғау, аудио дыбыстар жолын қою, тақырыптар мен титрлерді қою, бейне фрагменттердің арасында ауысулар жасау, қарапайым эффектілер қою және тағы да басқа өте көп функциялары бар. Киностудия бағдарламасы арқылы бейне көрсетілім жасаудың жолдарын сіздерге көрсетіп өтейін. Ең бірінші, өзімізге қажетті фильм құрау үшін дайын суреттерді және бейнематериалдарды импорттау арқылы өзімізге керегін жүктеп аламыз. Одан кейінгі кезек аудио дыбыстар жолын қою. Яғни, өзімізге қажетті фильм құрау үшін қажетті аудио дыбыстар жолын таңдап алып және оны жүктейміз. Өздеріңіз көріп отқан мен таңдаған аудио файл шаңырақ әнінің MP3 нұсқасы. Одан кейінгі ең маңызды сәт тақырыптар мен титрлерді қою. Тақырыпты біз шаңырақ деп алдық. Тақырыпты орнатып болдық. Ендігі кезекте видео файлдар мен таңдалған суреттердің арасын қию немесе орындарын ауыстыру арқылы өзімізге
ыңғайлы етіп бейнеролик құраймыз. Ендеше нәтижесін қарайық. Мекендеп мәңгі бақпасын, ұрпағың есте сақтасын, шаңырақ биік көтеріп, қорған елім отбасын. Бабамның ақтап сенімін, көркеп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Бабамның ақтап сенімін, көркеп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Пейманға беріп төріңді, тыңдадың сал мен серіңді, босаған биік болсын деп, ақ бата бізге берілді. Бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Айбыным асқақ биік тұр, бар әлем басын иіп тұр, бір шаңырақ астында барлық ұлтты жиып тұр. Бабамның ақтап сенімін, көркеп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Бабамның ақтап сенімін, көркеп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Мәңгілік қазақ елінің. Бұл бейнероликті мен сіздерге мысал ретінде жасап отырмын. Сіздер бұдан да керемет етіп жасайтындықтарыңызға сенемін. Ал балалар, үйге тапсырмалайық. Мобильді телефон немесе компьютер арқылы музыкалық әрлеулер қолдана отырып, өткен тақырыптағы кез келген әнге бейне көрсетілім немесе слайд-шоу жасау. Мінекей балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.